Қайырлы күн достар, балқаймақ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін балқаймақ арнасында балқаймақ жасауды үйренетін боламыз. Бұл өте ыңғайлы және тез дайындалатын тағам түрі. Ол үшін осындай қаймағымызды алып, баяу отта ерітіп алатын боламыз. Мен үйдің қаймағын алдым, осылай отқа қойып, әбден ерітіп аламыз. Үстіне 3 қасық шекер салдым. Егер өзің дәміне қарай тәтті болғанын қалайтын болсаңыз, 5 немесе 7 қасықтай салуға болады. Татымына қарай саласыз. Осылай салғаннан кейін, міне какао ұнтағын ерітіп алып салатын боламыз. Мен кішкене осылай қаймақтан құйып, осылай былғап, кішкене сұйық масса болғанша ерітіп алдым. Өйткені құрғақтай салсаңыз, ол еріп болмайды да, арасында түйіршік болып қалып кетеді. Сондықтан осылай қолмен ерітіп алдым. Енді ақырындап отырып, ерітілген какаомызды осылай құятын боламыз. Ал балқаймағымыз баяу отта жаймендеп қайнап тұра береді. Мінекей біздің какаомызды салдық. Енді әдемілеп жаймендеп ерітіп алатын боламыз. Ерітіп бір қайнағанға дейін астын басын қырап осылай ерітіп аламыз. Какаоның түйіртпектері қалатын болады. Оған ештеңе етпейді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің суытуға қоямыз. Суығаннан кейін балқаймағымыз осылай дайын болды. Арасындағы какао түйіршіктері кішкене ерімей қалғандықтан осындай болып қалып кетеді. Оның ешқандай зияны жоқ. Мінекей біздің балқаймағымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ешқандай қиындығы жоқ. Өте дәмді әрі құнарлы балқаймағымыз осылай дайын болып шықты. Баршаңызға ас болсын. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Алда талай қызықты видеолармен бөлісетін боламын.